Баршаңызға сәлем достар. Бүгін әдеттегідей түс көру жайлы видео болады. Бүгінгі тақырып қасқыр жайлы болмақ. Ибн Сирин өзінің Мунхаб әл-Қалам фи тафсир ад-Даль кітабында қасқыр көру жайында былай деп айтқан: адам түсінде қасқыр көрсе, ол адамның жауы бар екендігін білдіреді. Және ол жауы қатыгез, әділетсіз, өтірікші екендігіне ишара. Сондай-ақ қасқыр көру ұрлықшының да, екіжүзділіктің де сипаты болуы мүмкін деген. Енді тағы қандай жорулар бар, соған жеке-жеке тоқталайық. Түсіңізде қасқыр сізге шабуыл жасаса, дұшпандарыңыздың бірі сізге қастандық ойлап жүргендігіне ишара. Түсіңізде қасқыр сізді тістеп алған болса, онда сізді біреу жамандап жүргендігін білдіреді. Түсіңізде қасқырмен бетпе-бет келу сіздің мүлкіңізге біреу тисе ме деп қорқып, мүлкіңізді қорғап тұруды білдіреді. Түсіңізде қасқырдың үйіңізге кіргендігін көрсеңіз, онда үйіңізге ұры кіруі мүмкін екендігін білдіреді. Түсіңізде адамдар арасында қасқырдың жүргенін көрсеңіз, таныстарыңыздың арасында сізге өшпенділікпен қарап жүрген біреу бар екендігіне ишара. Түсіңізде қасқырға айналғаныңызды көрсеңіз, сіздің күшіңіз бен батылдығыңыздың артқандығын білдіреді. Түсіңізде қасқыр ұлығанын естісеңіз, сізді біреу алдайын деп жүргендігіне ишара. Түсіңізде қасқырды өлтіргеніңізді көрсеңіз, діннен алыстағаныңызға ишара. Түсіңізде қасқырдың сүтін көрсеңіз, сіздің су жүрек екендігіңізге ишара. Түсіңізде қасқырдың етін жеу харам жолмен келген ақшаны пайдаланғаныңызға ишара. Түсіңізде қасқырдың басын көрсеңіз, өмірдегі өз жолыңызды табасыз дегенді білдіреді, яғни бір атаққа ие боласыз. Түсіңізде қасқырдың терісін немесе сүйегін көрсеңіз, ақша табатындығыңызға ишара. Түсіңізде қасқырға айналғаныңызды көрсеңіз, бақытты болатындығыңызға ишара. Түсіңізде қасқырдың адамға айналып кеткенін көру тәубенің белгісі. Түсіңізде қасқыр аулап жүрген болсаңыз, олжаға тап боласыз дегенді білдіреді. Түсіңізде қасқырдан қашып жүрген болсаңыз, өміріңізде болып жатқан қиыншылықтан құтылатындығыңызға ишара. Түсіңізде ақ қасқырды көру сізге біреу қастандық жасайын деп жүргеніне ишара. Ибн Шахин деген ғалым, түсіңізде қасқыр көрсеңіз, таныстарыңыздың арасында өтірікші және әділетсіз біреу бар екендігіне ишара деген. Достар, осымен түс көруге арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментария жазыңыздар. Және де подписаться бөлін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.